Сәлеметсіздер ме 9 сынып оқушылары? Біз бүгін 4-ші тоқсанға арналған 1-ші БЖБ атом құрылысы, атомдық құбылыстар бөлім бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмаларын орындап үйренеміз. Бірінші тапсырманы оқимыз. Ультракүлгін сәуле шығарудың толқын ұзындығы 1,1 көбейтілген 10⁻7 дәрежесі метр болатын фотонның энергиясын табыңыз. Энергияның өлшем бірлігі электрон вольтқа айналдырыңыз. Планк тұрақтысы жарық жылдамдығы берілген. Толқын ұзындығы планк тұрақтысы жарық жылдамдығы берілген. Энергияны табуымыз керек. Фотон энергиясын. Фотон энергиясының формуласын жазамыз. Планк тұрақтысы көбейтілген жиілік. Бұл жерде жиілік жарық жылдамдығы бөлінген толқын ұзындығына тең. Мына жиіліктің орнына осы формуланы қоямыз. Энергия тең планк тұрақтысы көбейтілген жарық жылдамдығы бөлінген толқын ұзындығы. Осы формула бойынша есептейміз. Планк тұрақтысы 6,63 көбейтілген 10⁻34 дәрежесі джоуль секунд. Оны көбейтеміз, жарық жылдамдығы 3 көбейтілген 10⁻8 дәрежесі метр секунд. Бөлінген толқын ұзындығы 1,1 көбейтілген 10⁻7 дәрежесі метр. Мына жерде метрлер қысқарып кетеді, секундтар қысқарып кетеді. Тең 6,63-ті 3-ке көбейтетін болсақ, 19,189. Оны көбейтеміз, 10⁻34 дәрежемен 8 дәреже алынады, -26 дәреже қалады. Бөлімінде 1,1 көбейтілген 10⁻7 дәрежесі тек джоуль ғана қалды. Тең 19,189-ды 1,1-ге бөлетін болсақ, жуықтап 18 болады. Оған көбейтеміз, 10⁻26 дәрежемен -7 дәреже алынады. 7 дәреже плюс болып кетеді, -19 дәреже болады. Джоуль. Тең энергияны джоульмен есептедік. Бізге электрон вольтқа айналдырыңдар деген. Джоульді электрон вольтқа айналдыруымыз үшін осы шыққан мәнді 18 көбейтілген 10⁻19 дәрежесін бөлеміз 1,6 көбейтілген 10⁻19 дәрежесіне. 19 дәрежелер қысқарып кетеді. 18-ді 1,6-ға бөлетін болсақ, 11,125 шығады электрон вольт. Жауабы 11,125 электрон вольт болады. Екінші есепті оқимыз. Литийдің толқын ұзындығы 100 нанометр жарықпен сәулелендірген. Литий үшін шығу жұмысы 1,0 электрон вольт. Планк тұрақтысы жарық жылдамдығы және электронның массасы берілген. А нұсқасы фотоэлектронның кинетикалық энергиясын есептеңіз. Б нұсқасы фотоэлектронның жылдамдығын табыңыз. С нұсқасы литий үшін фотоэффектінің қызыл шекарасын анықтаңыз. А нұсқасында кинетикалық энергияны есептеу керек деген, біз бірінші жылдамдықты анықтап алуымыз керек. Одан кейін кинетикалық энергияны есептеуге болады. Соңында фотоэффектінің қызыл шекарасын анықтаймыз. Максимал толқын ұзындығын. Қыбыжға келтіріп аламыз. 100 нанометрді метрге айналдырамыз. Нано деген ол 10⁻9 дәрежесі. 100 көбейтілген 10⁻9 дәрежесі метр. Электрон вольтты джоульге айналдырамыз. Оқулықтағы есептерден үйренгенбіз. Электрон вольтты джоульге айналдыру үшін берілген мәнді 1,6 көбейтілген 10⁻19 дәрежесіне көбейтеміз. 1,6 көбейтілген 10⁻19 дәрежесі джоуль болады. А нұсқасы бойынша жазамыз. Жылдамдықты анықтауымыз үшін жиілікті білуіміз керек. Бұл жердегі жиілік минимал болады. Фотоэффектінің қызыл шекарасына сәйкес келетін минимал жиілік. Шығу жұмысын бөлеміз планк тұрақтысына. Енді жылдамдықтың формуласын жазамыз. Берілген толқын ұзындығын көбейтеміз жиілікке. Келесі В нұсқасы бойынша кинетикалық энергияның формуласын жазамыз. mv квадрат бөлінген 2. Бұл жерде масса электронның массасы көбейтілген жылдамдықтың квадраты бөлінген 2. С нұсқасында фотоэффектінің қызыл шекарасы ол максимал толқын ұзындығы. Планк тұрақтысы көбейтілген жарық жылдамдығы бөлінген шығу жұмысы. Бірінші А нұсқасы бойынша есептейміз. Минимал жиілікті тауып аламыз. Шығу жұмысы 1,6 көбейтілген 10⁻19 дәрежесі джоульге тең. Бөлеміз планк тұрақтысы 6,163 көбейтілген 10⁻34 дәрежесі джоуль секунд тең
0,24 көбейтілген 10-ның, мына жерде минус 19 дәреже мен минус 34 дәреже алынады, 34 дәреже плюс болып кетеді. Сондықтан плюс дәреже шығады. 15 дәреже герц. Енді жылдамдықты есептейміз. Бізде берілген толқын ұзындығы 100 көбейтілген 10-ның минус 9 дәрежесі метр. Оны көбейтеміз. Жиілігіміз 0,124 көбейтілген 10-ның 15 дәрежесі герц. Тең болады. 100-ге 0,124 көбейтсек 24, көбейтілген 10-ның минус 9 дәреже мен 15 дәреже алынады, 6 дәреже болады. Метр секунд. Немесе 10-ның 6 дәрежесі ол мега деген сөз, 24 мега метр секунд. Келесі В нұсқасы бойынша кинетикалық энергиясын есептейміз. Масса электронның массасы 9,1 көбейтілген 10-ның минус 31 дәрежесі килограмм. Көбейтеміз. Жылдамдық 24 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі метр секундтың квадраты. Бөлеміз 2-ге тең. Мына жерде 24-ті квадраттаймыз. 576 болады. 6 дәрежені 2-ге көбейтеміз. 12 дәреже болады. 9,1-ді 576-ға көбейтеміз. Дәрежелері алынады. Минус 19 дәреже болады. 12-ге бөлеміз. 2621 көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесі джоуль болады. Соңғы С нұсқасы бойынша фотоэффектінің қызыл шекарасын анықтаймыз. Ол максимал толқын ұзындығы. Планк тұрақтысы 6,163 көбейтілген 10-ның минус 34 дәрежесі джоуль секунд. Оны көбейтеміз. Жарық жылдамдығы 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі метр секунд. Бөлінген шығу жұмысы 1,6 көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесі джоуль. Тең 6,163-ті 3-ке көбейтетін болсақ, 19,189 көбейтілген 10-ның минус 34 дәреже мен 8 дәреже алынады, минус 26 дәреже. Бөлеміз 1,6 көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесіне тең болады. 12,4 көбейтілген 10-ның мына жерде минус 26 дәреже мен минус 19 дәреже алынады, 19 дәреже плюс болып кетеді, минус 7 дәреже метр. Егер бір орын солға қарай жылжытатын болсақ, 1,124 деп алатын болсақ, 10-ның 1 дәрежесі болады, ол 10-ның минус 7 дәрежесінен алынады. Сонда 1,124 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі метр болады. 1,124 10-ның минус 6 дәрежесі микро деген сөз, 1,124 микрометр болады. Бізде жылдамдық 24 мегаметр секунд, кинетикалық энергия 2621 көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесі джоуль. Фотоэффектінің қызыл шекарасы максимал толқын ұзындығы 1,124 микрометр болады. Үшінші тапсырманы оқимыз. Суретте электромагниттік толқын шкаласы берілген. А сәуле, В сәуле, С сәуле. Мына берілген толқын ұзындықтары және жиіліктері А суретіндегі бұл ультракүлгін сәулесіне сәйкес келеді. Екінші, мына жерде берілген мына жиілік пен осы аралықтағы толқын ұзындығы рентген сәулесіне сәйкес келеді. Соңғы бізде үшінші С сәулесі бұл гамма сәулесінің толқын ұзындығына сәйкес келеді. Сәулелерді өсу ретімен орналас. Өтімділігі ең азынан бастап жазамыз. Ультракүлгін болады бірінші. Келесі рентген деп жазылады. Рентген сәулесі деп айтамыз. Үшінші ең өтімділігі жоғары гамма. Гамма сәулесі. Соңғы төртінші тапсырма. X сәуле электромагниттік сәуле ағыны. Электромагниттік сәуле ағыны деп біз гамманы аламыз. Келесі Y сәуле гелий ядросының ағыны. Гелий ядросының ағыны ол бізде альфа сәулесі. Z сәуле электрондар ағыны. Электрондар ағыны дегеніміз ол бізде бетта. Сонда бізде X гамма, Y альфа, Z бетта болады екен. Бұл жерде В нұсқасы дұрыс екен. Оқушылар, осымен бүгінгі БЖБ талдау сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.